Әйел ғарышты да бағындырып жүр. Американың Техас штатында әйелдер құрамы ғарыштан сәтті оралды. Қазақстандық қыз келіншектер де құр алақан емес, бүгінде бизнес, әлеумет болсын қай салада да ерлермен тең дәрежеде еңбек етуде. Саяси салаға араласып, басшылық қызметтерді алып жүргендер де аз емес. Әріптесім Инара Барсақбаеваның сұхбатын тыңдайық. Әйел бір қолымен бесік тербесе, бір қолымен әлем тербетеді. Қуантатыны жаһандану дәуірінде қыз келіншектер отбасы, үй шаруасымен ғана шектеліп қалған жоқ. Бизнесті бағындырып, мемлекеттік сала мен саясатта лауазымды қызметті атқарып жүр. Солардың бірі парламент сенатының депутаты Жанна Асанова еңбек жолын дәрігерліктен бастаған. Әйел, еркек деп бөлінбейді, әр азаматқа тең құқық берілген. Барлық әйелдерді үйден шығарып жұмысқа тұрғызу керек деген емес, негізі ол әркімнің өзінің таңдауына байланысты. Кейбір қыз бала мен әйелдер үйде отырған жақсы көреді, ол да оған ешкім оны сөкпейді, оған бөгет қоймайды. Ол біздің елімізде ең баста әр адамның өзінің сол құқықтары сақтану керек. Егер әйел қыз бала жұмысқа тұрам десе, тұруға мүмкіншілік болу керек. Бүгінде мемлекеттік аппараттағы қыз келіншектің үлесі 55%, ал басшылық құрамда бұл көрсеткіш 39%-ға жеткен. Өз тәжірибемнен білетінім, әйелдерді қызметке тарту керек. Біріншіден, ер адамдар ренжімесін, әйелдер жұмысқа өте мұқият, тиянақты қарайды. Ер адамдармен салыстырғанда жемқорлық әрекеттерге бейім емес. Әсіресе саяси қызметке араласып жүрген арулардың белсенділігі қуантады. Мысал үшін, Сенат пен Мәжілістегі әйел депутат үлесі 20%-ға жақындаған. Әйел адамның мойнында баланы қарау, және үйде қалған үлкен қарт кісілерге қарау деген мәселелер көбірек. Соның саласынан, мысалы, әйел адам көбінесе ерлерге қарағанда өзіне осы карьера жағынан, жұмыс жағынан көп нәрседен қалып қалады. Сондықтан қоғамда әйел мәртебесін мейлінше көтеру керек деп есептейді депутаттар. Бұқараның да пікірін біліп көрдік. Әйел адам сыйлау керек қой. Құрметтеу керек. Өмірге бала келеді, ұрпақ келеді. Ұрпағын жеткізеді, еркектерді сүйрелейді, еркектер жетістікке жетістіреді. Әйелдерді басшылық қызметтерге тарту керек. Олар енді пысығырақ болады. Заң бойынша бірдей деңгейде сақталған, бірақ әлде әйелдер төмендететін еркектер бар, әрине. Әйелдерде басқара алады деп ойлаймын, мен ойымша үлкен қызметтерде отыра алады. Әйелдер негізі еркегіні тыңдау керек, болды сол. Бір-біріне доверие болу керек. Если басы жақсы істесе, негізі бола берсін депутат, какая разница, жақсы заң шығаратын болса. Былтыр Қазақстан халықаралық гендерлік теңдік көрсеткіші бойынша 62-ші орынға жайғасты. Бұл жақсы жетістік, яғни гендерлік теңдік бағытында атқарылып жатқан жұмыстар жемісін беруде. Бастысы, бала тәрбиесі мен мансапты бірге алып жүрген аналар қауымының қоғамдағы рөлі жыл санап артып келе жатқанын жұрт естіп біліп отыр. Инара Барсақбаева, Берік Нұрсәлімов, 7-ші арна.